Ағымдағы жылдың 22 қазанында Алихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде Республика күніне арналған Қазақстан менің отаным атты концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Мерекелік концертке қатысқан лицейіміздің директоры Есманбетов Арат Мылтықбаевич құттықтау сөз сөйлеп, бірқатар ұстаздарды құттықтап, алғыс хаттар табыстады. Кеш шымылдығын Сарыарқа домбыра ансамблі күмбірлете күй шертіп ашты. Мерекелік шарада Шаттық би тобының бишілері мың бір алып би билесе, 9-шы сынып оқушылары алаш көсемдері ұлт тұлғалары тақырыбында шағын қойылымдар қойып, өнерлерін ортаға салды. Қойылымда оқушылар Қазақ хандығының құрылуы, Керей мен Жәнібектің рөлін сомдады. Тәуелсіз ел болуды армандаған, сол жолда тар жол тайғақ кешкен алаш тарландары жайлы айтылды. Көптен күткен ұлы той, тәуелсіздік алып Қазақстан республика болып жариялануын агит бригада хронология арқылы сонау Қазақ хандығынан тәуелсіздікке дейінгі айтулы жылдар мен атақты тұлғаларды атап өтті. Оқушылар әсем ән орындап, көрермендерге патриоттық рух сыйлады. Мемлекетіміздің мәртебесі биіктеп, әлемге шарықтай берсін. Республика күні құтты болсын.